Баршаңызға сәлем достар. 5 минутта керемет осындай өте дәмді болып шығатын торт дайындап жібереміз. Ендеше кеттік. Ең алдымен қара шоколадымызды және ақ шоколадымызды водяной баняда ерітетін боламыз. Уақыт алмас үшін осы бірінші шоколадтардан бастағанымыз дұрыс. Енді торттың өзіне кірсек, ішіне салатын грецкий орехымызды, таза жуылған орехымызды майда етіп турап аламыз. Орех қосу міндетті емес, қалауларыңыз бойынша, бірақ қоссаңыздар өте ерекше болып шығады, және де дәмі жеп жатқан кезде енді өте сондай дәмді болып шығады. Қосуға кеңес беремін. Сиропымызды дайындауға кірсек, ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сары майымызды құямыз. Сонан соң қант ұнтағы және какао барлығын жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған сұйықтығымызға печеньеларды қолымызбенен ұсақтап осылай жасап шығатын боламыз. Қандай печенье алсаңыз да өз еркіңіз. Мінекей дайын болған енді массамызды араластырамыз жақсылап. Сонан соң грецкий орехты қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егерде сіздерде құрғақ болып жатса, кішкене ғана су қоссаңыздар болады. Бірақ көп қоспаңыздар. Бізге массаның басы бірігуі қажет. Енді осындай семный, яғни жан-жағы алынатын формамызға пергамент қағазын төсейміз де, осыған дайын болған массамызды салып шығамыз. Қолдарыңызбен осылай жақсылап басып жасап шығуларыңыз қажет. Мінекей, осымен дайын болды. Бетіне ганаш жасау өз еріктеріңіз әрине, бірақ ганаш жасайтын болсаңыздар және әсемдейтін болсаңыздар торттарыңыз одан да ерекше дәмді және де өте әдемі көрінетін болады. Мысалы, қонаққа дайындап жүрсеңіз, ешкім де білмей қалуы мүмкін бұл печеньеден жасалған торт екенін. Сол себепті де ганаш жасап, осылай бетін әсемдеп жүрсеңіз, өте ерекше бола түседі. Ақ шоколадымызды бетіне осылай узор істеп жасап шығатын боламыз. Және де зубочистканың көмегімен немесе шпажкаменен осылай узор беріп шығамыз. Осыменен тортымыз дайын. Дайын болған тортымызды пищевой пленкамен жауып 5 минутқа холодильникке қойып алуымыз қажет болады, беті қату үшін. Қатқаннан кейін шығарып, семный формамыздан шешіп турайтын боламыз. Осыменен дайын торт ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Достар, және де менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Алдын ала рахмет. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.